Сәлем достар, буға піскен пряник жеп көргенсіздер ме? Жеп көрмесеңіздер, онда жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қарапайым заттардан дайындалады. Бүкіл қыз-келіншектердің үйінде бар деп ойлаймын. Ол үшін бізге ең алдымен бал, жұмыртқа, сода, сұйық май, қант, ұн, уксус керек болады. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап миксерлеп аламыз, ақ көпіршік болғанша. Мінекей массамыз көпіршігіп үлкейеді. Ең алдымен маргаринімізді, майымызды ерітіп алып суытып қоямыз және бірінен кейін бірін қоса береміз. Сұйық майымызды қосамыз, 2 қасық балымызды қосамыз. Бір шай қасық содамызға кішкене уксус, көп емес, кішкене қосып, араластырып массамызға салатын боламыз. Уксустың дәмі мүлдем білінбейді. Бұл жерде әдемі болып ісініп пісу үшін қостым. Егер ұнатпасаңыздар, қопсытқыш қоссаңыздар болады. Барлығын салып болған соң 1-2 минут жақсылап миксерлейміз. Ендігі кезек ұнымызды бірден барлығын салмаймыз. 3 бөлікке немесе 4 бөліп салып отырамыз. Массамыз қоюланғанша ұнымызды қосып миксерлеп отырамыз. Массамыз қатты қоюланған соң миксерімізді алып, ары қарай қолымызбен жұмсақ тесто елейтін боламыз. Мінекей тестамыз дайын, өте жұмсақ болып шықты. Көп елемеңіздер, қатты болып қалуы мүмкін. Ендігі кезекте листімізді майлап аламыз. Дөңгелектеп шарик қылып жасаймыз, кішкене үстін басамыз. Пішіндерімізді үлкен қылып жібермеңіздер, себебі піскен кезде ісініп піседі, қатты ісініп кетуі мүмкін. Осылай барлығын кішірек жасап, орналастырып шығамыз, кішкене араларын алшақтап, себебі піскен кезде ісінеді әдемі болып. Алдымен ыдысымызда су қайнап дайын тұру керек. Мінекей менде 3 листі шықты, барлығы 27 дана. Осылай араларын алшақтап қоясыздар. Осылай қақпағына мата ораймыз, себебі буланған суымыз ішіне тамбауы керек. Міне барлығы дайын. Пісіп жатқан уақытта мүлдем бетін ашпаймыз, 25-30 минутта пісіріп аламыз. Пряниктеріміз дайын, вау, қандай күшті, иісінің өзі мұрынды жарады ғой. Барлығын ақырын аламыз, өйткені жұмсақ болып тұр, бөлініп кетуі мүмкін. Алып, осылай сеткіге қойып, суытып аламыз. Қалауларыңша әсемдесеңіздер болады, сахарный пудра сеуіп, немесе шоколадпен. Мен осылай қалдырдым. Мен өзім бірінші рет жасап тұрмын, соның өзіне осылай әдемі болып шықты. Достар, расында жасап көріңіздер. Кез келген қонақтың алдына ұялмай қойсаңыздар болады. Дүкендерден асып түспесе кем емес. Мінекей осылай ісініп жұмсақ болып шықты. Мен сіздермен өте оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Менің видеоларымды жоғалтып алмау үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сіздермен болған қасиет.